Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте жұмсақ үлпілдек булочка дайындаймыз. Сіздер де менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізге қант салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Кейін 4 дана жұмыртқа және ертілген сары май салып тағы да араластырамыз. Мен алдын ала описаниеде барлығын жазып көрсеттім. Сол жерде дрожжымызға жылы су құйып, 1 шай қасық қант салып, алдын ала осылай шапочка болып көтерілгенше 1 кесеге құйып, алдын ала дайындап алдым. Сіздер де сөйтіп дайындап қойыңыздар. Яғни дрожжымызды, аштықымызды қосамыз, кейін осылай тұзымызды салып, барлығын араластырамыз да, алдын ала ситадан өткізіліп, өлшеніп дайындап қойған ұнымызды осылай бірнеше бөліктерге сала отырып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қыздар, бір ескере кететін жай, ұнның тығыздығына байланысты әркімде әртүрлі мөлшерде ұн кетуі мүмкін. Сондықтан өз ұндарыңыздың тығыздығына қарай жаңағы қамыр жасап аласыздар, жұмсақ қылып. Кейін осылай дайын болған қамырымызды бөлме температурасында 20-30 минутқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз міне дайын, енді демалып 20-30 минут тұратын болады. Жарты сағаттай уақыт өтті. Менің міне қамырым көріп тұрғандарыңыздай керемет көтерілген. Енді шамамен көз мөлшерімен осылай сұйық майдың көмегімен бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Егер сіздер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, онда таразының көмегіне жүгінгендеріңіз дұрысырақ болады. Мен үй ішіне жасағандықтан шамамен көз мөлшерімен осылай бірнеше бөліктерге бөлдім. Енді сіздермен өзім білетін булочка жасау түрлерімен бөліспекшімін. Тек 1-2 түрін ғана көрсетіп өтейін. Бір шетінен осылай бүре отырып, булочкамызды дайындаймыз. Енді жаңағы оқтаумен жаямыз да, ішіне өз қалауыңызша мак және де қантты қосып, жүрекше пішінді жаңағы булочка дайындаймын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Бір шетінен осылай ішіне қарай ораймыз да, барлық шеттерін осылай бүріп шығамыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей пышақтың көмегімен ортасынан кесемізде жүрек тәрізді булочка шықты. Міне осылай жасап көріңіздер, өте әдемі болып шығады. Сіздер де булочка түюдің түрлі әдістерін білсеңіздер, төменде комментарияға жазып қалдырып, өз ақыл кеңестеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді менде тағы бір түрін жасап жатырмын. Барлығын осылай орап, біріктіремін. Осылайша өз қалауыңызша түрлі әдістермен бүріп, түйіп әдемілесеңіздер болады. Дайын болған булочкаларымыздың бетін жауып, 20-30 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Булочкаларымыз көтеріледі. Кейін көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарыуызына сүт қосып жақсаңыздар болады, немесе жұмыртқаның өзін жақсаңыздар да болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 20-30 минутта өздеріңіздің пешінің градусына қарай пісіріп аласыздар. Төменде мен мына посыпканың керекті құрамын қалдырдым.
яғни ұн, май, қант қосып осылай дайындап аласыздар. Бұл міндетті емес. Енді біздің булочкаларымыз дайын, өте жұмсақ, үлпілдек болып пісті. Міндетті түрде үй іштеріңізге дайындап, қуантуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Дария, алда тағы да түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.